Араның шағуы несімен қауіпті? Күн жылынғанда саябақта, орманда және гүлдердің айналасында аралар көбейеді. Араның шағуы өлімге сирек әкелгенімен, оны елемей қоюға болмайды. Қандай жағдайда араның шағуы қауіпті болуы мүмкін және ара шаққанда не істеу керек? Араның шағуы несімен қауіпті? Аралардың табиғатқа пайдасы мол болғанымен, олардың шағуы адамға қауіпті. Адамға ара емес, оның безгегіндегі қауіп төндіреді. Ара шағуының негізгі белгілеріне шаққан жердің күйіп ауруы, қышу, ісіп кету, бас ауыру және бас айналу жатады. Кей адамдар денесінде әлсіздік сезеді, жүрек соғысы жиіленеді және лимфалық түйіндер үлкейіп кетеді. Көп жағдайда адамдар ара шағуын жеңіл өткереді. Алайда егер адамның иммунитеті әлсіз болса, аллергияға бейім болса және созылмалы ауруы бар болса, ол кей асқынуларға шалдығуы мүмкін. Ара шағып алса не істеу керек? Асқынуларды болдырмас үшін әрбір адам ара шаққанда алғашқы көмекті қалай жасау керегін білу керек. Мына реттілікті сақтаңыз. Ара шаққан жерді тексеріңіз. Егер араның безгегі шаққан жерде қалып қойса, оны антисептикпен немесе спиртпен өңделген пинцетпен алып тастаңыз. Бастысы безгекті қолмен қыспаңыз, әйтпесе қалдықтары тінге терең еніп кетеді. Жараны антисептикалық құралмен залалсыздандырыңыз. Жара шаққан жерге салқын бірдеңе басыңыз. Су көбірек ішіңіз. Ара шаққан жерге антисептикалық жақпай немесе крем жағыңыз. Егер ара көзді, ауыз қуысын шағып алса, жылдам жедел медициналық көмек шақырту керек. Араның бет тұсын шаққаны қауіпті. Бұл жағдайда аллергияға бейім емес адамның өзіне қатты ісік пайда болуы мүмкін. Егер ара тілді шағып алса, оны қатты ісіп, тыныс алуды бітеп тастауы мүмкін. Мына жағдайларда жедел жәрдем шақыру керек. Ара шаққаннан кейін дегенге бөртпе немесе басқа да аллергиялық реакция шығып кетсе, ара шаққан адамның температурасы көтерілсе, адамды бірнеше ара шағып алса.